Әлбетте, бірінші өзіме ескерту, кейін барша мұсылман бауырларымызға үйіңнен шығарда, мейлі жұмысқа болсын, мейлі отырысқа болсын, мынау нәрсеге бір ой жүгірт деп айтқым келеді. Қайда бара жатсың? Сауап жинауға бара жатсың ба, жоқ әлде сауабыңды беруге бара жатсың ба? Біз мән бермейтін нәрсе бар, ол ғайбат. Қараңызшы, ғайбат жайлы не дейді? Ғайбаттың 3 түрі бар екен. Біріншісі ол сөзбен болады. Бір адамды бойында бар кемшілікпен өзі жоқ жерде еске алу. Ол сөзбен ғайбат болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша радиаллаху анха екеуі отырған кезде бір әйел өтеді. Сонда Айша анамыз радиаллаху анха бойы аласа екен дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: сен оны ғайбаттадың дейді. Мен ода барын айттым ғой дегенде, барын айту ғайбат болады, егер ол естігенде ренжитіндей сөз болса. Ал егер жоғын айтатын болсаң, ол жала болады дейді. Ал қараңыздар, 5 уақыт намаз өз араларындағы кіші күнәларға кафарат болатын болса, бұл ғайбат, жала, үлкен күнәлардың қатарына жатқандықтан арнайы тәубе қажет етеді екен бұлар. Тәубе қыласыз Алла тағалаға. Екіншісі, бұл ишарамен. Бір адамның кемшілігін, бойында, денесінде бар кемшілікті қолмен, ісіңізбен көрсету. Бір адамның кемшілігін жаңағы жасау. Бір адамды іс қимылмен келеке мазақ қылу, соның кемшілігін көрсету жаныңызда тұрған адамдарға, бұл ғайбат болып саналады. Бұны біздер көп адамдар білеміз, бұдан сақтануға да тырысамыз. Біздің мән бермейтін, сақтанбайтын ауыр бір жеріміз бар. Бұл ғайбаттың 3-ші түрі. Бұны астарлап дейді. Қараңызшы, 2 адам сөйлесіп отырамыз да, және бір 3-ші адам жайлы еске алынады. Қараңызшы, мен айтам: мә, ол деген ой, Алла оны кешірсін. Қарасаңшы, не деген сөз? Алла оны кешірсін деген сөз. Қараңыз, не болады? Бірінші ғайбатқа кіресің дейді. Өйткені мынау адам, алдыңдағы адам не болып отыр? Түсініп тұр ғой, енді сөзден түсінікті ғой. Анау адам бір үлкен күнә істеді ма, бір дұрыс емес бір нәрсе істеді деген түсінікті. Өйткені Алла оны кешірсін деген сөз, значит, ода бір нәрсе дұрыс емес деген сөз. Екінші жағы, мен одан тазамын деп тұрсың ғой сен. Өйткені Алла бізді кешірсін деп атқан жоқсың. Алла оны кешірсін деп жатсың. Сонда не дейді? Сен ғайбатқа кіріп жатсың. Екіншісі, сен рияға кіріп жатсың дейді. Біздер кейбір кезде жігіттер бәріміз жиналамыз ғой, жаңағы топырлап жиналады, және міндетті түрде сол отырыста біреу әйтеуір бір байғұс ұрынады ше. Біреуді алады, алып келеді. Мынау кім ше? Ой, ол адасқан, енді масқара. Бұлайша дұрыс айтып отырсың. Сен бірақ оған жаңа Алла оны тура жолға салсын деген сен дұға қылып жатқан жоқсың. Оның күнәһар екенін, өзіңнің таза екеніңді айтып жатсың. Осы айтады: ғайбат және рияға кірдің дейді. Бұл үлкен күнәға жатады. Біз отырыстарда біреуді аламыз да, ой, Құдай оны тура жолға салсын деп қоямыз. Сонда сіз өзіңізді ең тура жолдамын деп ойлайсыз ба? Қараңызшы, біз кімнің сөзін сөйлеп жатырмыз? Бағанағы жігіттер бар ғой. Алла оларды кешірсін деген сөзше. Дәл осы сөзді шайтан лағнет айтқан. Періштелер келіп шайтан лағнеттен, іблістен. Біз үшін Алладан жарылқау тілесейші, біз үшін кешірім сұра деген кезде не дейді? Алла сендерді кешірсін деп сөйлейді ма? Өзің қоспаған бірақ. Біз мысалы үшін біреуге дұға қылатын болсақ, Алла бізді кешірші деп айтамыз ғой. Өзіңді қос міндетті түрде. Өйткені сен бір бейшара біреусің сен. Сен анау кешірім сұрап бер деп отқан адам сенен артық болуы да мүмкін. Сен одан да төменсің сен. Не ісіңді міндет қылып жүрсің Алла тағалаға? Не істеп қойдың сен Алла тағалаға? Шайтан лағнет осылай айтқан. Алла сендерді кешірсін деген сөзіне мен өзім бір нәрсе қылам деп тұр ғой. бағанағы адамда жағдай дәл сондай дейді. Алла Тағала Құр'ан-ы Каримде
Зинақорлар жайлы зинақор деп сөйлейді. Кез келген өз атымен атап келеді да, өсекшілерге, ғайбат айтушыларға келген кезінде фасиқун, пасық деп айтады. Я айюхаллазина аману, ей Аллаға иман келтіргендер, ин жаакум фасиқун бинабаин фатабайяну. Пасық деген исламда мұсылмандарды ең төменгі адамды айтады, пасық деп. Бір пасық келіп саған хабар берсе деп, өсекші адамды не деп жатыр? Өсекші деп жатқан жоқ, пасық. Хабар берсе, тексер дейді, ана информацияны тексермей ары қарай жайып жіберме дейді. Имам Азам Абу Ханифа қараңызшы не дейді? Ол кісі жайлы бір адам ғайбат айтады. Сонда жаңағы имам Азам Абу Ханифа бір ыдысқа жеміс, әдемі жемістер жинатады да, анау кісіге апарып береді. Бергізіп жібереді. Сонда не дейді? Ол кісі бізге жақсылық жасады ғой. Біз де оған жақсылықты қайтарайық дейді. Ол сізге қандай жақсылық жасады десе не дейді? Ол қияметте бізге сауабын береді ғой дейді. Өйткені ғайбат айтты ғой. Ғайбат айтқан адам қияметтің күнінде сол адамына ақысын береді. Оған Хасан Аль-Басри. Имам Азам Абу Ханифаның айтып отқаны, ол дұрыс қылды, жақсылық деп жатқан жоқ. Ғайбат айтушы қияметте сауабын сол ғайбат айтқан адамына береді деген түсіндіріп жатыр. Оны Хасан Аль-Басри деген кісі айтады, ғалым кісі айтады, Алла о кісінің рахмын алсын. Қияметтің күнінде бір адам былай дейді. Қош келдің, менің бірде бір амал жасамай, тегін тапқан сауаптарым деп айтады. Ол қандай сауаптар десе, сен жайлы ғайбат айтқан адамдар сауабын әкеп бере бастайды дейді. Енді қараңызшы, тағы біреуін айтайын. Абдуллах ибн Мубарак. Ол кісі айтады, егер де қатты ғайбаттағың кеп тұрма біреуді, онда ата-анаңды ғайбатта. Өйткені ең жақсы, сенен жақсы нәрсе алуға солар лайық дейді. Сен біреуге жақсылық жасағың келетін болса, ең жақсылыққа лайық солар дейді. Неге десе, қияметтің күнінде сен ақыр ғайбат айтқан адамға сауабыңды бересің ғой, ақыр сауабыңды беретін болсаң, соларға бересің дейді да сауабыңды. Соларға ғайбат айтсаң егер. Бұл жердегі ол кісінің түсіндіргісі келгені, ата-анаң жайлы ғайбат айту қалай болады? Бұның ғайбаттың соншалықты ауыр нәрсе екендігін. Және ғайбат айтудың қияметтің күнінде сенің жақсылығыңды сол біреуге міндетті түрде беретіндігіңді түсіндіріп жатыр. Менің ұсынысым осы, жігіттер. Үйіңізден шығарда осы ғайбаттың қай түріне кіріп кетпесем екен деп ойланып шығыңыз. Енді екінші ұсынысым. Ғайбат айтып қойдыңыз. Осы күнге дейін қанша ғайбат айттық қой? Қияметтің күнінде бүкіл амалдарыңыз көрінеді. Бүкіл есеп болады. Әр адам жайлы айтқан сөзін білдіртеді Алла Тағала. Қараңызшы, мынау дүниеде мен біреу жайлы ғайбат айтқам. Бір 10 адамның алдында тұрып содан кешірім сұра десеше, жарайды, жеке барып кешірім сұра десе, шамаң жетпейді. Ұяласың. Ал қияметтің күнінде сол сөзің бүкіл адамдардың алдында ашылады. Мен ұсынысым мынау. Ғайбат айтқан адамдарымыздан қиналмасаң, қалай болса да солай болсын, барып кешірім сұра. Сен бұл нәрсенің қаншалықты ауыр екенін түсінесің. Біріншіден. Екіншіден, сен ісіңді анау дүниеде емес, осы дүниеде шешіп аласың. Кеше бір ағамыз айтады, осы сөзді естігеннен кейін өзім бір ғайбаттап қойған бір жігіт бар еді дейді. Өзімді ары күрестім, бері күрестім, бұл оңай нәрсе емес, жігіттер, масқара қиын нәрсе. Күресіп келдім, өз-өзімді жеңдім дейді ғой. Азанда жаңағы жігітке бардым да, шынымен, сен мені кешіріп қой, мен саған бір нәрсе айтайын. Мен сен жайлы ғайбат айтқан едім, мені кешіріп қойшы деп айттым дейді. Қарасаңшы, анау жігіт тұрып, аға, сіз де мені кешіріңізші. Мен де сіз жайлы ғайбат айтқанмын. Екеуміз құшақтап бір-бірімізді кешірім сұрастық. Екеуміз қараңызшы, сол күнге дейін бірін-бірімізді қалай жек көретін едік.
сол кезден бастап бірін-біріміз солай жақсы көріп кеттік дейді. Ғайбат ол жүректегі дерт, ауру.